ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Шалдың бауырсақ жегісі кемпіріне былай дейді. Ей кемпір, маған бауырсақ пісіріп берші. Дейді. Сол кезде кемпір: Жарайды, бірақ үйде ұн жоқ қой. Бір сыпыраның түбінде ұн бар еді ғой, судан жасап бер. деп жауап қатады. Сол кезде кемпір бауырсақ жасауға көшеді. Кемпір бауырсақты пісіріп, терезенің алдына суытуға қояды. Сол кезде бауырсақ орманға домалап барады. Сол алдынан қоян шығады. Қоян бауырсаққа былай дейді. Ей бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеші, мен саған ән айтып берейін. Жарайды, әніңді айт. Мен атамнан қаштым, әжемнен де қаштым, енді сенен де қашып кетемін. Бауырсақ ары қарай орманға домалап кетеді. Сол кезде алдынан қасқыр шығады. Қасқыр бауырсаққа қарап былай дейді. Ей бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеші, мен саған ән айтып берейін. Ал әніңді айт. Мен атамнан қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, енді сенен де қашып кетемін. деп бауырсақ әрі қарай орманға домалай түседі. Өзімен ән салып келе жатқан кезде алдынан аю шығады. Аю бауырсаққа былай дейді. Ей бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеші, мен саған ән айтып берейін. Онда әніңді айт. Мен атамнан қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, енді сенен де қашып кетемін. деп аюдан да қашып кетеді. Сол кезде бауырсақтың алдынан түлкі шығады. Ей бауырсақ, мен сені жеймін. Мені жемеші, мен саған ән айтып берейін. Онда әніңді айт. Мен атамнан қаштым, әжемнен де қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым. Тоқтай тұршы, менің оң құлағым естімейтін еді. Жақынырақ тұрып айтшы. Мен атамнан қаштым, әжемнен де қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым, енді сенен де қашып кетемін. деген кезде түлкі оны жеп қояды.